Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов үкіметтің азық-түлік бағасын реттеу бойынша атқарып жатқан жұмыстары туралы айтты. Қазақстанда негізгі азық-түлік өнімдерінің тапшылығы жоқ, деді Бақыт Сұлтанов. Сонымен бірге сауда министрлігінің басшысы атап өткендей, импортқа тәуелділіктің 6 түрі бар. Елде экспортқа тәуелді тауарлар да бар, мысалы астық. Бұл жағдайда сыртқы нарықтағы бағаның өсуі ішкі бағаның өсуіне әкеледі. Бірқатар бағыттар бойынша әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар мен тұрақтандыру қорының араласу тетіктерін қолдану арқылы жұмыстар жүргізілуде. Бірқатар түрлер бойынша біз желілерді қаржыландыру кезінде айналым схемалары арқылы өнімді тұрақтандырамыз. Олар форвардтық бағаны ұстау келісім-шарттарымен алдын ала қамтамасыз етілген, деді Бақыт Сұлтанов. Министр әлемде акциялар бағасының өсуіне байланысты импортқа тәуелді өнімдердің құны өсетінін айтты. Мысалы, қант ұнаса да, ұнамаса да бағасы көтеріледі. Біздің жеткізушілеріміздің бірі Ресей жеткізуді шектегендіктен әрине бұл әсер етеді. Доллардың өзі өсуде, еуро өсуде, деді Бақыт Сұлтанов. Еске сала кетсек, сарапшылардың бағалауынша, Қазақстанда қант бағасының жыл сайын өсуі 60,5% құрады.